Әлін білмеген әлек. Мысал, ертеде бір қоян болыпты. Ол өте аңқау қоян еді. Аздап ақмақтығы да бар болатын. Тағы келіп еш нәрсеге елең етпейтін. Бір күні ол бұта түбінде отырып, қашып бара жатқан көкжалды, оның соңынан түскен қос тазыны көреді. Өз-өзінен отырып желігеді. Дүниеде сірә менен асқан жүйрік жоқ қой деп ойлайтын шығар бұл шіркіндер. Өздерінше бәйгеге түскен түрлерін қара. Көрерміз әлі, кімнің жүйрік, кімнің шабан екенін. Деп тұра ұмтылып, өкпе тұстан қосылады. Дегенше болмай, қос тазыны басы бозып, қасқырдың қатарына жетіп, қара көбейтеді. Бар назары тазыларда болып, қауіптеніп келе жатқан бөрі қапталдағы пәленің не екенін түсіне алмай дал болады. Құты қаша, зытып келе жатқан бұтына кіріп кеткен қоянға сүрініп ұшып түседі. Қайта тұруға шамасын келтірмей қос тазы жайратып салады. Қоян көсілтіп шаба береді. Аздан соң жалғыз қалады. Ал қалай екен жарысқан дейді өз-өзіне мақтанып. Кімнің кім екенін біліп қойған жөн дейді қоян. Содан былай ол тіптен еліріп, құтырып кетеді. Соқтығуға қара таппай, тауға барған жолында аюға тап болады. Аю бал жалап отыр екен. Қоянды көріп, «Кел, салпаң құлақ, астан ауыз тый» дейді. Қоян кердеңдей басып дастархан басына келеді. Бал жалайды. Қанша дегенмен терісі жұқа емес пе? Аюмен келісе алмай сөзге келіп қалады. Аю көрген қызықтарын айтып отырғанда әңгімесін бөліп, «Ой қойшы, сені білеміз ғой» дейді қағытып. Аю саңқылдап күледі. Қоян одан бетер ыза болады. «Сендейлердің талайын көргенбіз» дейді мардымсып. Аю салпаң құлақ неменің мына сөзінен не күлерін, не күрсінерін білмей, әрі-сәрі күйде отырғанда, қоян секіріп кеп оның үстіне мініп алады. Іле тақыр қолтығына алдыңғы аяғын жүгіртіп жібереді. Қатты мытып қалады. Аю тұла бойы селкілдеп жатып кеп күледі. Күлкіге шыдамаған аю ақыры қоян аяқтарын сырғытып, қолтыққа апарғанда мүлде сілесі қатады. Артынша арқасындағы пәлені шап беріп ұстап, айналдырып алысқа лақтырып жібереді. «Тоқтай тұр бәлем, сазайыңды келесі жолы беремін» дейді ашуға бұлққан қоян. Сөйтеді де орнынан тұрып, секектей зытып қалың жымға кіріп жоқ болады. Содан бері қоян аюға сырттай тісін қайрап, «Әттең, бір кездессем-ау» деп кіжініп жүреді екен. Алайда екеуі де ырызғысы сыртқа шашылған түз тағылары ғой. Осы уақытқа дейін неше рет кездескенде шығар. Мысал, ұнаған болса арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдап отыруларыңызды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп, түсінгендеріңізді үлкендерге айтып көріңіздер.